Өкінішке орай анамның жағдайы нашарламаса жақсармады. Анамның абысына бұрынғыдай үйге жиі келмейтін, тек әкемнің ескі ұялы телефонына звондайтын, халімді біліп. Алина, қызым қалың қалай деп сұраған сайын, өкіріп жылап бәрін айтқым келетін, бірақ жауыз әкем үнемі қасымда отыратын. Анам ауруханаға жатқалы бері мектепке барғым келмейтін, бірақ әкем біздің үйге көшкелі бері мектеп менің қорғанышым сияқты болды. Мен қатты өзгерген сияқтымын сол кезде. Неге десеңіздер, өйткені мұғалімдер маған көп көңіл бөліп, аяушылық танытатын. Психолог мамандармен де сөйлестім. Олар бәрі мені анам ауруханада жатқан үшін мұңайып, депрессияға түсті деп ойлаған. Ал шынында олар менің үйімде қандай жауыздық болғанын көз алдарына елестете де алмаған. Жауыз әкем 2-3 күнде бөлмеме келіп, дуас тірлігін жасап кететін. Әр келген сайын қатты ішімнен қарғап, қалай өлтіретінімді көз алдыма елестететінмін. Бірақ өкінішке орай күшім жетпейтінін білемін. Анамның ауруханадан шыққан күні, жаным-ау, әйтеуір шықты ғой. Бірақ анам бұрынғыдай сияқты емес, көзінің жанары өшкен, аяғын әрең басып, тіпті әжетханаға баруының өзі қиын болатын. Дегенмен анамды көруге қатты қуанышты едім. Өкіріп тоқтаусыз жыладым. Анам не болғанын түсінбей, сағынған шығар деп ойлады. Жылама қызым, мықты бол. Сен үлкен қыз болдың. Мен сені жақсы көрем. Жыламашы өтінем. Анам мені көп еркелетпейтін, мен сені жақсы көрем деп ес білгелі сол кезде бірінші рет айтты. Жауыз әкем жалпылдап жүр. Анама көрпе жастығын төсеп, бір жерің ауырып тұрған жоқ па? Су ішесің ба? Жоқ, рахмет, бәрі жақсы. Қазбек, саған көп рахмет. Алинаны жалғыз қалдырмағаныңа. Алина қызымды қатты уайымдадым. Әкем арағын ішпеген сапсау, анам қайтадан алданды. Адам болды, арағын қойды деді. Алина, сенің қызың ғана емес, менің де қызым. Қалай мен оны жалғыз қалдырам? Анам мүгедектік бойынша пенсия алатын, сол пенсияны құртпай, ауруханада жатқанды біреуге айтып, шештіріп алған екен. Қалтасынан ақша шығарып, Қазбек, үйде жейтін азық-түлік жоқ шығар, мына ақшаны алып үйге керек заттарды алшы, өзім барайын десем, көріп тұрғандай шамам жоқ. Арағын ішіп алса, анам бұл жауыздың нағыз шын бейнесін көріп, үйден қуып шығатыны көз алдымда елестеп тұрған едім. Тезірек кетсе екен. Бірақ өкінішке орай барлық үмітім үзілді. Жауыз әкем бір тиын болсын, артық ақшаны жұмсамай, тек үйге керек заттармен азық-түлік әкелді. Анам риза, қасында қамқор күйеуі жүр деп. Бір апа отыр екен үйдің тауық етін сатып. Қазір мен өзімнің сүйікті қызыма жақсылап сорпа жасап берем деп, әкем көңілді болып әндетіп жүр. Рита, жаным, сен дәрілерді іштің ба? Дәрігер барлық дәрілерді уақытылы ішкенін қадағалауын айтқан еді. Алина, қызым, бар су әкел. Рахмет, Қазбек. Адам әйтеуір риза, қасында қамқоршысымақ күйеуі бар болғанына. Әттен, бар шындықты білсе ғой. Әлсіз анам дәрілерін ішіп ұйқысы келді. Анамның қасында болып, қолын иіскеп отырдым. Анашым қасымда. Енді мына жауыз маған тиіспейді. Анам жоқта маған білген істеді. Енді менің анашым қасымда. Тиісуге дәті бармас, деп мен қате ойлаған екем. Алина, Алина, бері кел қызым. Маған сорпа жасауға көмектес. Мен сорлы, шынымен де маған тиісуге дәті бармайды. Сорпа жасауға көмектесуге бара жатырмын деп ойладым. Анаң ұйықтады ма? Иә, ұйықтады. Жақсы, картошкаларды шығара бер. Мен бұрыштағы көкөністерді шығарып жатқанымда артымнан келіп мені құшақтай бастады. Не істеп жатырсың? Жібер мені. Қазір айғайлап анама бәрін айтам, деп даусымды шығардым. Ол жауыз болса аузым жауып. Сен не, ештеңе түсінбейсің ба? Анаң керек емес па? Екеуміздің мына жерде не болған білсе, жүрегі ұстап қалады деп ойламайсың ба? Жарайды, айғайла, білсін. Бірақ жүрегі тоқтап қалса, осының бәріне сен кінәлі болатынын біліп жүр. Мен жауыз әкемнің айтқан сөздерінен кейін өзімді ең қорғансыз болып сезіндім. Не істеймін енді? Жылай бердім. Шынымен де анам біліп қойса, жүрегі шыдамай, халі нашарлап кетеді. Бірақ мына сұмдықты да маған шыдау мүмкін емес еді. Терең ойға батып,
Осының бәрін ойлап тұрғанда Жауыз өз ісін жасады. Бір ай өтер-өтпес Жауыз әкем арағын тағы да іше бастады. Анам қанша кет десе де құлақ аспады. Бұрынғыдай тұрып, анамның қууға күшімен шамасы жоқ. Анам күннен күнге әлсіздеу болды. Мен бәрінен шаршап, далада көп жүріп қаңқи бастадым. Бірде аш, бірде тоқ болдым. Мектепке де барғым келсе барып, барғым келмесе бармайтынмын. Шынымды айтсам, мектепке мен кеудемдегі төсім үшін барғым келмейтін. Өйткені киім кисем, омырауым көрініп қалатын. Оны көрген балалар маған тиісіп мазақтайтын. Сонда бала болғаным соншалықты ішінен жасөспірімге арналған топик кию керектігін білмеймін. Ондай топиктің түр-түрін аналар өз қыздарына алып берген. Ал мен болсам, ондай іш киімнің бар екенін де білмейді екем. Мен мектептен іздеп келгенде Жауыз әкем былай депті: Алина мамасының ауырғанын қатты уайымдап жүр. Өзгергенін өзіміз де білеміз. Өте тұйық. Ешкіммен бұрынғыдай араласпайды, үйден шықпайтын болды, деп өтірікті бөсті. Мектептегі мұғалімдер мен завуч түсіністік танытып мені іздемейтін болды. Далада қаңғып жүргенде өзімнен қателеспесем 4 жас үлкен жігіттер келді. Не болды? Қараңғыда жалғыз жүрсің ғой? Бізді күтіп жүрген шығар, деп қарқылдап күліп жіберді. Мені қоршап тиісе бастады. Тимеңдер маған, мен үйге бара жатырмын. Жүр бізбен, сен сосын өзіміз үйге шығарып саламыз. Жоқ, жіберіңдер мені, деп айғайлаған жерімнен аузымды жауып бір қараңғы жерге мені сүйрей бастады. Аузым орнымды жауып демі жетпей жатыр. Осы мен өлетін сәтім бе? Әлде мені зорлап тастап кете ме? Тастап кетсе де мен енді өмір сүргім келмейді деген неше түрлі ойлар болды. Ей, не істеп жатсыңдар, жіберіңдер тез, деген аяқ астынан Дашаның даусы шықты. Даша, өзің жөніңе бара бер, бұл саған қатысы жоқ. Жібер деме сендерге, деп қалтасынан пышақ шығарып сұмырай жігіттерге атыла бастады. Осы мелектер Дашаға қатты қарсыласпай мені жіберді. Дұрыс демала алмай қорқып жылап отырмын. Бір кезде жаныма Даша келді. Не болды? Бәрі дұрыс па? Тиіспеген шығар? Жоқ, тиісіп үлгермеді, рахмет саған. Өзіңнен де бар, неғып жүрсің? Тас қараңғыда адам жүрмейтін шығар? Тұр енді, үйіндегілер сен уайымдап жатқан шығар, жүрегіңе шығарып салайын. Жо, мені ешкім іздеп уайымдамайды. Неге? Әке шешең бар ма? Бар, бірақ іше ма? Я, әкем ішеді. Не істейсің? Ішкенде далада жүре тұрам, бәрі ұйықтап қалғаннан кейін үйге қайтам. Жақсы, айтқанда, менің атым Даша. Рахмет саған, Даша, сенмен бүгін танысқаныма қатты қуаныштымын. Менің атым Алина. Алина, бүгін қатты шаршадым, үйге тез қайтқым келіп тұр. Бірақ сенде далада қалдыруға қорқам. Қаласаң, менің үйіме жүр. Сенің үйіне? Сен кіммен тұрасың? Қорықпа, мен кәрі, бірақ әлемдегі өте мейірімді апамен тұрам, деп күлімдеді. Білмеймін, ыңғайсыз болмай ма ападан? Жоқ, менің апам, бәрін түсінетін мейірімді жан. Онда барсақ барайық, деп Дашаның үйіне жол тарттық. Даша өзінің кілтімен есікті ашып, біз ақырын кірдік. Апасы ұйықтап жатқан болатын. Ақырын Дашаның бөлмесіне кіріп, жатуға дайындалдық. Даша өзінің таза киімдерін маған берді. Бір төсекке сыйып жаттық. Бір кезде Даша мені құшақтап иіскеді. Мен оған қарсы болмадым. Өйткені маған Даша сияқты ешкім қамқор болмады. Бөлме тас қараңғы, тыныштық. Бір кезде менің қарным қайта-қайта шырылдай берді. Даша, сенің қарның аш па? Мен үндемедім. Жүр кеттік. Қайда? Жүр, апам не дайындаған көрейік. Ас бөлмеге кірдік. Дашаның апасы дәмдетіп картошка қуырып қойған екен. Қасында алмадан жасалған компот бар. Тамағымызды жеп, мәз болып ұйықтадық. Осылай екеуміздің достығымыз басталды. Даша мен тұратын районның авторитет қызы болатын. Мектепте оқитын үлкен сыныптағы қыздары тұрмақ. Ұлдары да бағынатын. Даша 5 жасында анасынан айырылған. Әкесі милицияда істейтін, бірақ Даша 14-ке толғанда әкесі қайтыс болды.
Кішкентай кезінен өте ашық, ерке, айтқан істетіп, айтқаннан қайтпайтын қайсар қыз болған. Әке-шешесі қайтыс болғаннан кейін апасының қолында тәрбиеленген. Екеуміз танысқан күннен айырылмадық. Дашаның маған деген достықтан да үлкен сезімі болды. Мен еркек атауын жек көрген Дашаның қасында өзімді жайлы сезінетінмін. Дашаның қасында жүріп, еш алаңсыз болатынмын. Ешкім келіп тиісіп кетпейтін. Қарным да тоқ. Көптен бері алмаған киімдерді де маған алып берген сол. Анамның денсаулығы күннен күнге нашарлады. Үйімізге анамның жағдайын білуге туысқандар келе бастады. Бір күні үйге барғанда Жауыз әкем үйде болмады. Тек анам ғана. Қолымда Дашаның апасының жасап берген кеспесі бар еді. Анашым, тыма жеп алыңызшы. Алина, келдің ба? Я, анашым. Айтшы, сен неге үйге келмей жүрсің? Мен не айтарымды білмедім. Үндемедім. Неге? Айтшы, қызым, әкең үшін бе? Мен не айтарымды білмей жылап жібердім. Демек, ана иттің айтқаны сонда рас па? Деп, анамның көзі жасқа толып сұрады. Мен я деп айтуға дәтім жетпей жылай бердім. Анам әлсіз денесін әрең қозғалтып, мені құшақтап, бірге жыладық. Неге? Неге, қызым, маған айтпадың? Анашым, ол кезде бізді қорғайтын ешкім болмады. Мен біреуге айтсам, бізді өлтіретінін айтты. Сізді қалай ұратыны көз алдымда тұрды. Шынымен де бірінші сізді, сосын мені өлтіреді деп қорықтым. Деп мен ішімдегіні босатып жылай бердім. Сол күні мен анама бәрін айтып бердім, және Даша жайлы да айттым. Ана Жауыз әкем мен үйге қонбағаным үшін анама тиісіп, мені жәлеп деп боқтайтын. Сөйтіп мас болған күні анама бәрін мойындап айтыпты. Анам сенер сенбесін білмей, не ойларын да білмей, менен тікелей сол қарғыс күндерді сұрады. Дереу милицияға шағымдану керек ана айуанның үстінен. Жоқ, анашым, милицияның алдында бәрін есіме түсіріп айтқым келмейді. Оның үстіне сіздің денсаулығыңыз тым нашар. Мені балалар үйіне алып кетуі мүмкін. Мен балалар үйіне барғым келмейді. Дашаның қасында жүре берейінші, еш алаңсыз. Ол маған қамқор болып жүр. Сенің Даша деген қызыңа қалай сенем, деп жылай берді анам. Анашым, жыламаңызшы, өтінем. Сізге уайымдауға болмайды, білесіз ғой. Даша осы күнге дейін мені қорғап қамқоршы болды. Мен бұрынғыдай сияқты қорқақ емеспін, деп күлімдедім. Даша өте қайсар қыз, маған да соны үйретіп жүр. Бәрі жақсы болады, сеніңізші. Қайда ол Даша деген қызың? Мен оны өз көзіммен көргім келеді. Жақсы, анашым, ол мен далада күтіп тұр. Қазір-ақ шақырам, деп жүгіріп кеттім. Даша, жүр, деп. Ештеңе түсінбеген ол қолынан тартып анам алып бардым. Бұл менің анам, таныс қой. Сенімен танысқысы келген соң, сен осында шақырдың. Саламатсыз ба? Деп түк түсінбеген Даша анаммен танысты. Даша, қызым, Алина менің жалғызым. Алинаның менен басқа ешкімі жоқ. Менің де қанша өмірім қалғаны белгісіз. Алина үшін қазір сенен басқа жақын адам жоқ, өтінем. Қызыма қамқор болшы. Қиындықта қалдырмай, өзің қолдап жүрші, деп мені Дашаға тапсырды. Даша анама қысқа ғана айтты. Алина мен үшін өте қымбат жан, уайымдамаңыз. Мен Алинаны жамандыққа қимаймын. Қамқор болам, сөз берем. Жақсы, Даша, қызым. Саған сендім. Қызым саған аманат. Ал енді қайтыңдар. Ана Жауыз неме келмей тұрып тез етіп қайтыңдар, деп анам бізді шығарып салды. Сол анамен кездесуім соңғы кездесу болғанын түсінбегенім ай. 2 күн өтпей жатыр. Даша, жүр, мамаңа барып қайтайық, деп ұсынды. Әрине, мен қуана келістім. Негізі мен Дашаға айтпасам да, ол менің қалауымды әрдайым біліп отыратын жан еді. Жақсы көңіл күймен дүкенге кіріп, банан мен детский пюре алдық. Анам басқа тамақты көп жей алмайды. Сөйтіп үйге қарай жол тарттық. Үйдің есігі әдеттегідей ашық. Жауыз неме үйде жоқ екен.
Анашым деп кіріп келдім. Үнсіздік. Бөлмеге кіріп ұйықтап жатқан сияқты анамды көрдім. Анашым деп қолын ұстап қалсам, қолы тастай. Анашым деп мен оята бердім. Бәрі бекер. Анам мәңгілікке ұйықтап кеткен. Анашым не болды деп мен түсінбей жүрмін. Неге анамның денесі өзгеше суық? Іштей бір паника басталып, бірдеңе болғанын сездім. Мен ол кезде адам қайтыс болса денесі суық болатынын білмедім. Даша мені құшақтап сабырға шақырды. Даша, не болды, айтшы? Сенің анаң. Ана дүниеге кетті. Мен сене алмай тұрып қалдым. Қалай сонда? Мен енді анам көрмеймін ба? Енді анаммен ешқашан сөйлесе алмайым ба? Дегенді түсінгенімдей. Мен өз-өзімді ұстай алмай жылай бастадым. Даша мені қанша жұбатса да, маған көз жасымды тыю қиын болды. Бір кезде ана жауыз неме үйге кіріп келді. Не болып жатыр? Деп сұрады. Мен оны көрмегеніме біраз болды. Көрген кезде сезімдерім араласып кетті. Оған деген қорқу сезімім әлі де басылмаған екен. Жек көру, ашу, бәрі қарбалас болып кетті. Анамның қасына жетіп барып, денесін ұстап, бәрін түсінгендей болды. Анамның бұл дүниеден ерте кеткеніне сен кінәлісің. Жастайынан басынан ұрып, ауру қылғанда сен. Неге айттың анама оған істеген жауыздығың туралы? Сол шындықты біліп, анам шыдай алмады. Сен кінәлісің, деп қасына барып, төмпештеп ұра бастадым. Қой болды, Алина, есіңді жи, деп жылап жатқан мені Даша далаға сүйреп алып кетті. Әкең ба? Не болды соншама туған әкең тұрып? Арақ ішсе де әкең ғой, деп Даша жауыз немені қорғағандай болды. Көріп тұрсың ғой, денсаулығында жоқ, аяғында әрең тұр, деп жалғастырды. Шынымен де жауыз неме сол күні арағын ішпепті. Бірақ аяғында әрең тұр. Сөйтсе, өмір көп ұзамай өз жазасын береді екен. Жауыз неме цирроз печень болған екен, аяқтары ісіп, іріңдеген. Ештеңе білмейтін Даша, әкенің қандай асқартау екенін маған түсіндірмек болды. Мен шыдамай, бәрін Дашаға айтуыма тура келді. Ештеңеден қорқып таңқалмайтын Дашаның өзі есеңгіреп қалды. Ондай болу мүмкін бе? Деп. Алина, енді сен ешкім ренжітпейді. Сөз берем, деп мені құшақтап жұбатты. Енді жүр, сен анаңның жерлеуіне дайындалуымыз керек. Анаңды соңғы сапарға шығару үшін мықты бол. Үйге кіргеніміз сол еді. Артымыздан анамның абысыны кірді. Жауыз әкем анамның абысына қоңырау шалып шақырған екен. Жедел жәрдем келді. Анамның мәйітін алып кетпесін деп әрең көндірдік. Соңында Даша барып өзі сөйлесіп, анамның мәйіті қасымызда қалатын болды. Біртіндеп адамдар көбейе бастады. Бәріне жүгіріп ұйымдастырған анамның абысыны мен Дашаға алғысым шексіз. Жетпеген ақшаларды Даша өзі анамның абысының қолына ұстатты. Анамды жер қойнауына тапсырып, адамдар тарқай бастады. Қайтыс болған адам қайтып енді келмейді. Сан түрлі ойлар. Ол үйде болу маған қиын болды. Дашаға айтқаным сол еді. Мен сол сәтте үйден алып кетті. Неге өмір әділетсіз? Ол менің балалық шағымды жоқ қылып, өмірімді қор қылды. Анамды да аяусыз қаншама жыл ұрды. Маған істеген жауыздығын анам айтпағанда, мүмкін анам тірі болатын еді деп, мен Дашаға мұңымды айттым. Даша мені үндемей тыңдап отырды. Келесі күні қасына екі таныс жігіттерді ертіп, менің үйіме барған екен. Жауыз неме үйде отырып, кешеден анамның қайтқан күнінен түскен ақшаны санап отыр екен. Қысқасы, ол жерде қандай әңгіме болғанын мен білмеймін. Білетінім, Даша жауыз неменің мен үшін кегін қайтарайын деген ойы болған. Бірақ өкінішке орай олай болған жоқ. Дашаның ол жауызды ұруға дәті бармады. Өйткені өмірдің өзі оған үлкен таяқты жегізген екен. Ұрайын десең де бір сау жері жоқ. Дашаның істей алғаны тек қолындағы ақшаны алып,
Үйден бір жола көзін құртты. Дашаның қасында мен алаңсыз өмір сүрдім. Еш уайымым жоқ, тек кейбір әттең-ай деген өкініштер және анама деген сағыныш. Оның қасында мен өзімді крутая болып сезініп жүрдім. Емін еркін, ақша, тамақ, киім бәрі де менде болды. Дашадан көбісі қорқатын, ақшаны өздері алып келетін жоғарғы сыныптың ұл қыздары. Ал Даша болса, ол ақшаны біреуге өткізетін. Ол маған көп нәрсені түсіндірмейтін. Аз білсең, көп ұйықтайсың деп күліп, сұрақтың жауабынан қашатын. Күздің қара суығында жауыз әкемнің өлгенін естідік. Мәйітін естуімше даладан тапқан. Далада өліп, бір күн емес бір апта жатқан екен. Еш жаным ашымады. Керісінше осындай ит өлім оған лайық деп санадым. Жауыз неме өлгеннен кейін мен заң бойынша тұл жетім болып қалдым. Мені опека, мектеп бәрі іздей бастады. Балалар үйіне өткізгісі келді. Бірақ Даша маған жасырынып жүруге көмектесті. Бұрынғыдай рахат өмірімді уайымсыз сүріп жүре бердім. Дашаны милиция ұстап алып қамап тастады. Мен өзімді шырылдаған, қорғансыз торғай сияқты сезіндім. Дашаға әбден бауыр басып, қорғаным болған еді. Есірткі сатқан екен. Мен оны білмедім. Мені лас тірліктеріне араластырғысы келмеген. 8 жылға сотталды. Шын айтам, Даша менің жақыным болмаса да мен үшін ең мейірімді, ең жақын адам болды. Мен қатты қиналдым. Даша қасымда болмай сағынып жүрдім. Бір сөйлесетін адам да болмады. Даша қамалатын сезді ме білмеймін. Әйтеуір апасына мені үйден қумасыншы деп өтінген екен. Дашаның апасымен қанша тыныш өмір сүргім келсе де, райондағы Дашаға ерегіскен, кегін ала алмай жүрген қыз-жігіттер мені жүргізбей қойды. Олар менің Даша үшін қымбат жан екенімді білетін. Опека ақыры мені Дашаның үйінен тапты. Алып кетті. Қанша қарсыласқаныма қарамады. Біткен жерім осы. Осыдан шығып, балалар үйіне өткізіп тастайды деп ойладым. Бір мекемеге бардық. Барсақ, анамның абысына алдымнан шықты. Мені құшақтап, кішкене ұрсып ренжігендей болды. Алина, қайда жүрсің? Не ойларым білмей кеттім ғой, жүр кеттік, деп кабинетке кірді. Найма тәте, мен балалар үйіне кететін болдым ба? Жоқ жаным, мен сені үйге алып кетем, біздің үйде тұрасың. Анам қайтыс болғанда сен алып кетейін деп ем. Бірақ осы күнге дейін сені таппай жүрдім. Солай менің өмірім Нағима тәтенің отбасымен бірге басталды. Ол отбасында маған тұру қиын болды. Өйткені Даша қалағанымды алып беріп, қалағанымды ішіп жеп, қалағанымша емін еркін өмір сүргенмен әбден қиналдым. Бірақ тәтеме алғысым шексіз. Мені бауырына басып, барынша өмірдің заңын түсіндіріп тәрбиеледі. Оқуымды жалғастырдым. Жоғарғы білімді де алдым. Анамнан қалған үйді Нағима тәте аз болса да арендаға беріп, менің оқуымның ақшасын төледі. Қазіргі таңда менде бәрі жақсы. Жалақысы жоғары бір фирмада істеймін. Тек ер адамдармен қарым-қатынасым қиын. Нағима тәтем мені ерекше сұлусың дейді. Мүмкін сол үшін де артымнан сөз салатын жігіттер аз емес. Менің қиялымда тек Даша болатын. 18 жасқа толғанымда бірінші рет түрмеге Дашаға барған едім. Мен құшақтап сағынып жүрген қиялымдағы Даша алдымнан шықпады. Өзгерген, қатты өзгерген. Маған бір өтініші болды. Егер сен біздің өткен уақытымызды сәл бөлсін құрметтейтін болсаң, мені іздеме, маған келме, мені ұмыт. Ештеңе біз қанша қалағанмен бұрынғыдай болмайды. Даша мен оған келетін болсам қиналатынын айтты. Ол да мені басында сағынып жүрген екен. Мені енді ұмыта бастағанда мен қайтадан пайда болыппын. Менің келіспеуге амалым болмады. Өйткені менің алдымда мен жақсы көрген бұрынғы Даша емес екенін түсіндім. Мен Дашаға өмір бойы риза болам. Міне, қазіргі өмірім осындай. Жылы сөз,
Лебіз білдірсеңіздер, көп рахмет айтамын. Менің баяндап берген өмірімді оқып отырған жанға бар жақсылықты тілеймін деп өз әңгімесін кейіпкер аяқтайды.